Армысыздар қазақ елі, сіздермен бірге сендегі олжа арнасы. Бүгінгі көрсетілімде даңқты қолбасшы Ескендір Зұлқарнайынның өмірі мен даналығы жайлы не білесіз? Зұлқарнайынның әскерлері Яжуж пен Мәжуж тайпасына тура келді ме? Яжуж пен Мәжуж қашан шығады? Бұл сұрақтардың жауабын алдағы бейнероликтарымызда талқылайтын боламыз. Ескендір Зұлқарнайын немесе үшінші ұлы Александр, ежелгі Македонияның патшасы, әлемдік державаның басшысы, адамзат тарихында ұлы қолбасшылардың бірі. Жарты әлемді тізе бүктірген ұлы патша Александр Македонский, македониялық деген қосымша есіммен танымал. Шығыс халықтарының арасында қолбасшының қос мүйізі бар деген лақап аты да тарап кеткен. Сондықтан ол Зұлқарнайын қос мүйізі деп те атайды. Өздеріңіз білетіндер, Александр Македонский ұстазы Аристотель екені көпшілікке мәлім. Әлемнің бірінші ұстазынан сабақ алған Александр алғыр болмауы мүмкін емес. Тек қана саясат пен соғыс саласында ғана емес, ұстазы секілді әлемдегі барлық ғылыми саласы бойынша өз заманының озық тұлғасы ретінде танымал. Өз заманының озық тұлғасын Ескендірді пайғамбарлық дәрежесіне дейін бағалаған деген деректер кездеседі. Себебі оның еңбектері мен даналығы ұстазы өтіп кеткен соң қатты бағаланады. Зұлқарнайын Құран кәрімде айтылатын ұлы патшаның лақап аты. Зұлқарнайынның есімі Құран кәрімде 3 жерде аталады. Қасиетті Құран мен аңыздар жазба деректеріне сүйенсек, Ескендірдің кезекті жаулап алушы елдерінің біріне аттанады. Жорықтың атбасы Орта Азия жеріне бұрылады. Зұлқарнайын кезекті соғысына алдын ала біраз уақыт бойы әскерлерін тынықтыруды жөн көреді. Бірте оған сол тұрғылықты жердің ақсақалдары келіп, халқының белгісіз бір жан елдерін құтқаруын өтінеді. Сол жерде мекен етуші халықтардың айтуы бойынша, мына екі үлкен таулы қатпарлардың арасынан шығатын өте суық жүзді, олардың түрін адам деуге келмейтін тайпалардың келіп мазасын алып жатқандығын айтады. Біздің бар білеріміз халқымыздың мазасын алып, малымыз бен халқымызды қырғынға ұшыратып кетіп жатқандығын баяндайды. Сол аталған белгісіз тіршілік иелері Яжуж бен Мәжуж қауымы еді. Олардың осы таудан күнде кешке шығатынын, алдына шыққан кез келген тіршілікті аямай жалмайтынын айтып береді. Тұрғылықты тайпа ақсақалдарының айтуы бойынша, егер сол жиіркеніш тайпалардан құтқарар болсаңыз, біз сізге салық төлеп бар байлықты беруге дайын екендіктерін білдіреді. Зұлқарнайынның олардан ештеңе керек еместігін айтып, сол лағнет атқыр Яжуж бен Мәжуж тайпаларының құтқаратындығын айтады. Зұлқарнайын шығып жатқан тау жотасына барып біраз ойланып, Яжуж бен Мәжужтың шығатын үңгірді бітеу керектігін айтады. Бірақ та оның немен бітейтіндігі әлі беймәлім еді. Осы жайды айтып өтетін жайт, оның тау тесігін бітеуі туралы әртүрлі деректер кездеседі. Бірі оның тапқырлығы арқылы табылған, ой десе тағы бір деректерде белгісіз ақсақал келіп оған шешімнің дұрыс жолын табатынын аян еткен дейді. Қалай бітеуді білген Ескендір тау тесігін бітеуді бұйырады. Зұлқарнайын оны таудың арасын темірмен толтырып, әртүрлі жеті қоспадан кем емес металдармен толтыруды бұйырады. Содан үстінен балқыған мыс пен шойынды құйып бітеп тастайды. Жергілікті халықты Яжуж бен Мәжуж қауымдарынан құтқарып алғысынан бөленеді. Осыдан кейін Яжуж бен Мәжуж бұл қорғаннан өте алмайды деседі. Оны бұзып өтуге күштері жетпейді. Кейбір ғалымдар бұл қорғанды Дербент қорғаны деп те есептейді. Осыған орай Зұлқарнайын Иран патшасы Дарий деп те санайтындары бар. Зұлқарнайынның Әл-Мунзир бин Самас немесе Абу Қариб Химари екендігіне байланысты деген аңыздар бар. Тағы бір илахи кітап Құранда, Инжил сияқты кітаптарда Яжуж бен Мәжуж бұл қорғанды ақыр заман болатын кезде бұзады делінген. Өйткені адамзаттың соңғы шегі шығар нүктесі сынақ үшін берілген өмірде берілген соңғы сынақтардың бірі деп санайды. Бұл мақлұқты ислам дінінде Яжуж бен Мәжуж деп санаса, христиан дінінде бұл атаулар Гог, Магог деп кездеседі. Тағы басқа дінде иелері бұл әлемнің құтқарушы ретінде деп күтеді. Ал біздің дінде илахи сенім бойынша ақыр заманның үлкен белгілері басталған соң Даджал мен Иса алейхиссаламның күресінен кейінгі шығатын қауым деп сенеді. Ахиретті мойындайтын діндерде бұл тіршілік иелері туралы, бұның қалай келуі туралы өздерінің қасиетті кітаптарында толық баян етілген. Біреулері ақыр замандағы Даджалмен шатастырса, біреулері Тәңірінің жердегі соңғы орындайтын ұлы миссионерлер деп шатастырады. Асыл дініміз исламда қияметтің үлкен белгілерінің бірі Яжуж бен Мәжужтың шығуы деп есептейді. Қияметтің үлкен белгілерінің 10 үлкен белгісіне жатқызады. Яжуж бен Мәжужтың шығатынына қатысты Құранда дәлелдердің бірінде Аллах тағала Яжуж бен Мәжуж ағытылып әрбір төбеден келгенге дейін ол үшін уәде, қиямет аяса, сол уақытқа қарсы болғандардың көздері шарасынан шығып, әтеген-ай, біздің бұдан қаперсіз болғанымыз қандай өкініш, негізінде біз залым болған екенбіз деп айтады деген. Ақыр заманның 10 үлкен белгісі келмей тұрғанда, күніміз енді бір батыстан шықпай тұрғанда, мұсылман адамның кез келген тәубесі қабыл деген. Жасап жатқан әр әрекетіміз өзіміздің қамымыз үшін. Аллах тағаланың кешірдім деген құлдарының бірі болуды жазсын. Арнада видеоны сол лайк басып, жанында тұрған қоңыраушаны қолданып, келесі бейнероликтерден хабардар бола аласыздар. Келесі видеода жолыққанша қош аман сау болыңыздар.